Сәлеметсіздер ме қазақ елі? Менің есімім Іңкәрім. Менің жолдасым Құдайбергенов Қазбек қаңтар оқиғасына қатысты деп адам өміріне жаңағы қол сұқты деп және де террорист деп сот болып жатыр бізде. 4 қараша күні бізде сот болды, кезекті сот отырысы. Ол кезде біз жаңағы шофер Тұрманов Асқар деген кісіні жауабын жалғастырдық. Жалғастырғанда адвокаттар сұрақ қойды ол кісіге. Сіз видеоға қарап, өзіңіздің дәл сол кезде қай жерде тұрғаныңызды, қай жерде жүргеніңізді көрсетіп беріңізші деп еді. Ешқандай көрсетіп бере алмады өзін. Ана жерде тұрған шығарым, мына жерде тұрған шығарым, көрсетпей қалды видео деп сөйтіп әйтеуір неше түрлі жаңағы нелерімен мүмкін шығар, болған шығар деген сөздерімен сытылып шығып кетті. Сот назарына алды деп ойлаймын. Ол кісінің өтірік показания беріп тұрғанын, және де үш сотта да 3 түрлі показания берді. 3 рет сөйледі сотта. Бір рет тергеу кезінде жауап берген. Ол кезде де жаңағы жалған. Әр жауабы әр түрлі. Сот назарына алды деп ойлаймын. Енді бізде жаңағы делода жазылған, менің жолдасым қамалып жатырған кезде өзінің киімдерін, сол митингте киген, аяғынан атылып қалған кезде киген киімдерін өзі үйден шығып келе жатып алып шықты, қойнына қыстырып деп жазыпты. Негізі олай болған жоқ. Ол кісілер үйге келген кезде незаконно үйге келіп, бізге ешқандай өздерін таныстырмастан келіп, баса көктеп кіріп, 3 баламызды қорқытып, үйден келіп 1 сумка киімдерін алып кетті. Ол киілген ба, киілмеген ба, оған қараған жоқ. Тек видеодағы адамға дағы киіміне ұқсаса болды, сондай киімдердің барлығын алып кетті. Енді келіп сол киімдерді бізге, мына КамАЗға мінген адамның үстіндегі киімді бізге ілгісі келіп тұр. Тергеу жаңағы істе көп нәрсе дұрыс емес, және де экспертизалар түгел емес, және де өтірік ойдан құрастырып жазылған жаңағы қаулылар өте көп. Сосын менің жолдасымды Мұхтар Әблязовтың жаңағы тобында жұмыс жасайды, соған жұмыс жасайтын адам ДВК-ның мүшесі деп айыптау актісіне жазып қойыпты. Менің жолдасымнан сұрадым, ДВК деген не ол деп ем, білмеймін мен ДВК дегенін, расшифровкасында түсінбеймін ДВК дегеннің деді. Ал Мұхтар Әблязовты бұрын сен көріп пе едің, сол видеосын көріп пе едің десем, жоқ, мен вообще ол туралы көргенде жоқпын дейді. Менің жолдасым вообще Мұхтар Әблязов туралы білмейді да. Ал жолдасымның сол кезде 4 қараша күні бізден менің жолдасымнан жауап алды. Жауабында жолдасым басынан не өткергенін, неше күн ұрып соққандарын, қандай состояниеде тұрғызғандарын, жаңағы афганский стойка дейді. Мен оны түсінбеймін, афганский стойка деген, бірақ афганский стойкамен тұрғызып қойып жауап алғандарын барлығын подробно айтып берді. Жолдасымның неше күн басынан қиын жағдайлар өткере отырып, әкеліп тұрған алдына қағазды өліп бара жатырғандықтан, әйтеуір аман қалайын, мақұл түрмеге қамалсам да аман қалайын деп 5-6 параққа қол қойып берген түрін бәрін айтып берді. Жолдасым сотта тұрып, жылап тұрып айтып берді басынан не өткізгенін. Қаншама қиыншылық алып келіп тұрып, енді келіп менің жолдасымды террорист қылып, адам өміріне зардап шеккізді деп айыптап, соттап жібермекші бұл кісілер. Биліктен тек әділдікті талап етемін. Билікте отырған кісілер менің жолдасымды тездетіп босатып, отбасына оралуын қадағалауларыңызды сұраймын. Мына Тоқаев мырзаның, президентіміз Тоқаев мырзаның амнистиясы бізге ілінеді ме, ілінбейді ме? Мен ол сұраққа әлі жауап алғаным жоқ ешкімнен. Жолдасым ешқандай кінәсі жоқ, террорист емес. Мүмкін емес, ол Қызылорда бойынша жалғыз түйір менің жолдасым террорист болуы. Менің жолдасым қарапайым, өзінің тірлігін істеп, жеке кәсіпкер болып, 2 семьяны асырап отырған адам еді. Қазір жұмыс жасауға мүмкіншілігі келмейді, денсаулығы да келмейді. Психологически жаңағы психологтармен жұмыс жасау керек. Мен жолдасым шыққаннан кейін менің жолдасымды бірыңғай қарап отыру керек медициналық жағынан. Өте
көп зардап шеккізген менің жолдасымның өзінің аузынан естіген кезде мен жүрегім шыдамайды. Қандай жағдайда болғанын, Дубенкомен не істемегендерін барлығын айтып берді жолдасым. Біздің сотты сосын Қызылорда соттары деген Facebook каналынан көре аласыздар. Біздің сот прямой эфир арқылы жүргізіліп жатыр. Және де Zoom арқылы қатысуларыңызға болады. Ашық сот жүріп жатыр бізде. Қызылорда қаласының тұрғындары, егер де бақылағыларыңыз келсе, бізге сотқа қатысуларыңызға болады. 10 қараша күні сағат 11-де басталады азанда. 10 қараша күні түстен кейін және де жалғасады 15:00-де. Жолдасымның аман есен шығуын Алла тағаладан сұраймын. Әділ шешім шығаруларыңызды талап етемін.